қан қысымы жоғары дейік. Я болмаса қан қысымы өте төмен дейік. Бірақ қан қысымы жоғары туралы. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Мен сіздерге бүгін қан қысымы жоғары туралы айтқым келіп отыр. Мені біріңіз білсеңіздер, біріңіз білмейсіздер, бірақ ойлаймын, көпшілік адам біледі деп, қан қысымы жоғары жағдайда сіздерге мағлұмат беретін болам. Мен Сәлиба Сеткүл. Қан қысымы неге жоғары болады? Сол туралы айтқым келіп отыр. Әсіресе көп кісілерде, мен енді 32 жылдық өзімнің жаңағы тәжірибем бар ғой. Елді емдеп келетқаныма 32 жыл болды. Сондағы тәжірибем бойынша рас қан қысымы генетический қысым болады. Қан қысымы жоғарылау туралы айтып отырмын, жоғары екені. Яғни артериальное давление. Ол генетический бір жағдайларда болады. Одан кейін мына өте остеохондроз дейміз, шейный варикоз зона мына желкелерінде тұз жиналған деп қазақша айтып жатады ғой. Ол енді біздің жалпақ тіліміз. Мына дәрігерлік тілмен айтқанда остеохондроз. Осы ауруынан да қан қысымы көбейеді. Одан кейін жаңағы ішкі құрылыста әсіресе қан қысымы ойнамалы болып жатады. Мысалы, маған 8 күнге адамдар келеді, 3-4 күннен кейін кейбіреудің қан қысымы жоғарылайды. Бұл неге? Сол туралы айтқым келіп отыр. Ал неге дейтін болатын болсақ, өйткені емнің барлығы жасалынып жатыр. Ол ем мына араға келді. Мына араға ішкі құрылыс, яғни ЖКТ дейміз ғой, желудочно-кишечный тракт дейміз кәдімгі. Ол неге қан қысымы көтерілді дейтін болсақ, сол кезде сіздің барлық жағыңыз жақсы, қан жүре бастады, қан айналысыңыз жөнделе бастады. Ал бірақ сізде өтіңіз тола, асқазаныңызда слизистый көп, я болмаса өтпен бірге қосылып, кәдімгі қаша слиздер көбейді. Одан кейін ішектеріңізде шлак көп. Мінекей, қан қысымының көбею жолдары. Яғни бұл маған келген емді ғана айтып отырмын. Ал үй жағдайында бір күні түсіп кетеді, бір күні көтеріліп кетеді, бір күні түсіп кетеді, бір күні көтеріліп кетеді. Бұл міндетті түрде сіздің басыңыздан емес, міндетті түрде сіздің ішкі құрылысыңыздан. Міне қанның қысымы қаяқтан көтеріледі. Яғни ол жағдайда не істейсіз? Не істейсіз? Қан қысымын реттеу үшін ішкі құрылысты. Мысалы, маған сол келді, сол адамдарды емдедік дейге, одан кейін қан қысымы көтерілді. Соның ішін уже көтерілген уақытысы келген кезде жаңағы ішін тазалап жіберсе қан қысымы түседі де кетеді. Өз арнасына түседі қан қысымы. Бұл сіздің қан қысымы ішкі құрылыстан көтеріліп отыр деген сөз. Бірақ көп адамдарда 70% деп айтар едім мен, ішкі құрылыстан болады. Ішкі құрылыстан. Сондықтан ішкі құрылысты тазалап отыру керек. Қан қысымының неден екенін айтып отырмын. Енді ішкі құрылыстың бәрін тазалағаннан кейін қалыпты жағдай жаңағы остеохондроздан, сосудистый барлығын емдеген кезде сіздердің қан қысымы орнына келеді. Бірақ генетический болған жағдайда әрине ішкі құрылысты тазалау керек, бірақ оны да тағы да жолдары бар. Оның жолдарының барлығын сізге, оны сіз тексеріп білген жоқсыз. Оны өте аз адамдар тексереді. Генетический сіздің әкеңізде қан қысымы болды ма, шешеңізде қан қысымы болды ма, ол да бар. Тұқымнан тұқымға келетқан давлениелер бар. Мен сондайды көрдім. Тіптен тұқымнан келе жатқан 49-дан жастары аспаған бір семьяны көрдім мен. Жастары 49-дан аспаған. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл генетический келе жатқан қан қысым. Геннен келе жатқан қан қысымы. Оның емдеу жолдары тіптен бөлек болады. Оған генмен келе жатыр, мынау қан қысымы жаңағы болмайды, менде генмен келе жатыр деп өзіңіз тастауға болмайды. Ондай жағдайда сіз инсультке барасыз. Инсультке барасыз, инфарктке барасыз, барлық аурулар сізге дайын тұр. Очередь күтіп есігін ашайын деп тұр деген сөз. Сондықтан сіз ол жағдайда ем алғыңыз келсе, маған келіңіздер. Мен тіптен ашық айтам, маған келіңіздер деп. Мен еш уақытта ешкімге айтпаймын. Онда да адам, қазақта мақал бар, сенім сең бұзады дейді. Адам сеніммен келу керек. Мына жерге келіп отырады, сенімі де жоқ, өзінің қайда екенін таба алмай отырған адамдар көп болады да. Ондай жағдайда мен мысалы, әбден өзің кел, содан кейін келесің деп айтамын. Өйткені адам сеніммен келетін болса, жазылмайтын ауру жоқ. Тек қана тікелей келген, Алла тағаланың тікелей келген ауруы бар ғой, рак дейміз, басқа дейміз. Сондай жағдай болмаса, аурудың барлығының көзін табатын болса жазылады ауру. Сондықтан ең бірінші өзіміздің басымызда. Өзіміз басымыз, ой, мен аурумын дейсің, ауыра бересің. Жоқ, мен мынандай ауырып қалдым, мен бұдан жазылам, жолын табам дейтін болсаң, оның барлығын өзің жеңіп шығасың. Сондықтан өзің қосымшасың, бірақ қосымша ем сізге керек болады. Ондай емді егер қан қысымыңыз жоғары болып, ондай емге келетін болып тұрса, бізге келуге болады деп айтар едім.
бірақ онда да сеніп келіңіз. Бұл жерде тек қана дәрігерлік ем емес, бұл жерде түгел емдеймін. Мен комплекс ем беремін. Комплекс ем бергенде сіз тегі анадан жаңа туғандай болып кәдімгідей жаңарып қаласыз. Я болмаса жаңадан жастық шағыңызға келгендей болып қаласыз. Оған мен толық сіздерге сеніммен айта аламын. Өйткені менің 32 жылдан бері ауруды емдеп келетқаннан, ауру қай есіктен кіріп, қай есіктен шығатын түсінем ғой. Білем десем, артық айтқандық болады. Мен білмейтін нәрсе көп шығар, қанша 32 жыл ем жасасам да, бірақ артық айтқандық болады. Дегенмен ауруды емдеуге құдірет жетеді деп сіздерге айта аламын. Аман сау болыңыздар. Қан қысымыңыз мазаңызды алып жатса, бізге өтіңіздер, WhatsApp-қа жазыңыздар, басқа сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Және интернет желісінде жаңағы бөлісіп, менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар, жазылуды. Сіздер одан зиян көрмейсіздер, менің каналыма жазылғаннан зиян көрмейсіздер. Өйткені мен сіздерге үй жағдайында да емделетінді айтып отырамын. Қан қысымы туралы жаңа шөптерді айтатын болам, бірақ бұдан кейін.